Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың тақырыбы сіздің осы банктегі немесе микрокредиттік ұйымынан алған кредитіңіз коллекторларға өтіп кеткен жағдайда осы коллекторлармен қалай сөйлесу керек деген сұраққа жауап беретін боламын. Осы тақырыпты толық ашпастан бұрын, достар, сіздерге заң саласында қандай тақырыпта қызық, осыны комментарияға жазып кетсеңіздер, мен келесі рет сол туралы видеолар түсіретін боламын. Коллекторлармен сөйлескенде нені білген жөн? Біріншіден, коллекторлардан мүлдем қорқудың қажеті жоқ. Коллекторлар деген жай ғана сізге хабарласып, сіздің осы қарызыңыз бар екенін сіз ұмытып кетпес үшін айтып отыратын будильник деп айтсақ та қателеспейміз. Екіншіден, коллекторлармен сөйлескенде эмоцияға берілмеңіздер. Өздеріңіздің жағдайларыңызды айтуға асықпаңыздар. Үшіншіден, сізді коллекторлар қорқытып бастаса, телефонды қоя салуыңызға құқыңыз бар. Сонымен қатар, коллекторлар осы сізге телефон соққанда, қандай коллекторлық мекеме, сізге хабарласып тұрған адамның аты жөні, өзінің жұмыс мәртебесін, яғни кім болып жұмыс жасайтын айтқаннан кейін барып, қарызыңыз туралы айтуға міндетті. Егер сізге хабарласып отырған коллекторлар қандай мекемеде жұмыс жасайтынын, немесе аты жөнін айтпаса, телефонды қойып тастасаңыз болады. Бұл сіздің құқығыңыз. Алаяқтар шығар, кім біледі. Төртіншіден, егер де сізді коллекторлар соттаймыз, штраф төлетеміз, және де тағы да басқа заңсыз қорқытып жатқан жағдайда, сіз осы коллекторлармен сөйлесу барысында телефонға жазып алсаңыз болады. Сіздер осы жазбаны алып, коллекторлардың үстіне Қазақстан Республикасының ұлттық банкіне шағымдансаңыз болады. Ескере кететін мәлімет, запись жүріп жатқан туралы ескертуіңіз қажет. Осыны естіген коллектор сізбен өте мәдениетті сөйлесуге мәжбүр болады. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының азаматтарының заң саласындағы сауаты болмаған пайдаланып, коллекторлар сіздердің ақшаларыңызды, машиналарыңызды, үйлеріңізді тартып алам деп қорқытып жатыр. Бірақ бұл коллекторларға сенбеңіздер. Үйлеріңізді, машиналарыңызды тек соттың шешімі арқылы ғана, оның өзінде коллекторлар емес, тек сот орындаушылар ғана арестке қоя алатынын ұмытпайық. Кей жағдайда сізге мемлекеттен ақша, үй тағайындалып тұр. Бірақ сізге оны берейік десек, сіздің атыңызда төленбеген кредит бар. Соны біріншіден төлеп алыңыз деп өтірік алдауы мүмкін. Оған алданып қалмаңыздар. Көбінесе коллекторлар сіздің осы туысқандарыңызға, достарыңызға, сіздің қарызыңыз бар деп қоңырау шалуы әбден мүмкін. Коллекторлар сіздің қарызыңыз жайлы кімге телефон соға алады? Сіз кредит алған кездегі жасалған келісімшартта көрсетілген нөмерлерге хабарласа алады. Егер де ол нөмерлерден тыс адамдарға хабарласқан жағдайда, сіз олардың үстінен шағымдана аласыз. Жалпы коллекторлармен сөйлескен кезде өте сабырлы, сыпайы ұстаңыздар өздеріңізді. Олардың сіздерге ештеңе істей алмайтынын ұмытпайық. Өздеріңіздің құқықтарыңызды біліп жүріңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.